Күйеуімнен ондай күткен жоқпын. Әңгімені бастамас бұрын қазақша арнаға тіркеліп, әңгімеге лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізді сұраймыз. Күн әлі толық шықпаған, бірақ Әсемнің көздері әлдеқашан ашылған. Сағат таңғы 6:00. Ол мұқият жайлап төсектен тұрды. Әрбір қозғалысы өзінің және 2 баласының ұйқысын бұзбауға бағытталған. 1,5 жастағы кіші қызы Аяла мен 4 жастағы ұлы Әділдің нәзік тынысы бүкіл пәтерді басып тұрған жалғыз дыбыс еді. Ол ас үйге барып, қайнаған суға кофе сүзіп қойды. Кофенің ащы иісі мұрнына барып, миына әлсіз сергектік сыйлағандай болды. Декретте отырғанына 5-ші жыл. Бақытты, жарқын ана болу керек еді, бірақ айнадағы өзінің кескініне қарағанда шаршаған, көз астындағы көкшіл ісіктері бар. Үнемі бір нәрсеге алаңдаулы әйелді көрді. Бұл оның өзі емес, бұл Әсемнің тек қана көлеңкесі еді. Ол терезеден қарады. Далада суық күз. Жапырақтар жерге жайылып жатыр. Оның өмірі де осы жапырақтар сияқты. Баяғыда жігерлі, арманшыл, белсенді Әсем еді. Енді үйдегі жұмыстың, балалардың, дайын тамақтың, жуылған киімнің шеңберінен шыға алмайтын жан. Қашан бітеді бұл? Менің өмірім осы ма? Үнемі бірдеңе жасап, бірақ ешқашан ештеңеге үлгермеу деп күбірледі ол. Оның ішіндегі ауырлық ол күйеуі Арманға байланысты. Арман жақсы адам, жұмыс істейді, үйге ақша келеді, бірақ ол әке емес, қонақ сияқты. Таңертең кетеді, кешке келеді, келісімен диванға жатады, телефонға қарайды, немесе теледидар көреді. Әсемнің есіне түсті. Кешкі ас. Арман, бүгін Аяла өте мазасызданды, күні бойы жылады, мен шаршадым, сен Әділді ұйықтатасың ба деп сұрады Әсем үмітпен. Арман жауап бермеді, тек қатты есінеді. Мен шаршадым, Әсем, жұмыста қиын болды, сен декреттесің ғой, демалған шығарсың. Менің миымды ірітпеш. Демалдым? Декрет демалыс па деп ойлады Әсем. Ертең сенің жұмысың болмаса маған 1 сағат беріп көрші, тек қана 1 сағат тыныштықтың болмаса әжетханада есікті құлыптап отыруға. Ол осы сәтте Арманға деген өкініш пен ашу араласқан сезімнің қалай өскенін байқады. Оның көңілі толмаушылығы Арманның мінезінен емес, оның түсінбеушілігінен туындаған еді. Ол Әсемнің күнінің ауырлығын, оның жеке басының жоғалуын, ана болудың тек сүйіспеншілік емес, сонымен бірге ауыр жұмыс екенін мүлдем мойындамады. Таңғы 7:00 балалар оянды. Әділ «Мама мультфильм» деп жылап, Аяла бесікте тұрып, анасына қол соза бастады. Бәрі басталды. Тез таңғы ас, киіндіру, жуындыру, ыдыс жуу, ойыншықтарды жинау және тағы бір сәтте 2 баланың айқай шуы. Әсем іштей жаншылды. Арман оянды. Жуынып, дайын киімін киіп, дайын тамақтың ішіп, асықпай тұрды. Әсем, мен кеттім, деді ол есіктен шығарды. Арман, қазір сенің жұмысың бар ма? Бүгін сенбі ғой, деді Әсем. Я, шағын кездесу бар, шұғыл. Мен кешке жақын келем, деді ол сырттай салқын дауыспен. Әсем оның өтірік айтып тұрғанын түсінді. Немесе бұл жұмыс емес, достармен кездесу, немесе жай ғана үйден қашу. Біз қашан бірге барамыз? Сен демалыс күні де үйде болмайсың ба? Балалар да сені сағынады, мен де. Оның дауысы дірілдеп шықты. Арман оған қысқа ғана қарады. Неменеге көңілің толмайды, Әсем? Мен сендерді асырап отырмын. Не керек саған тағы? Бәрі де бар. Үй, тамақ, мен. Көршілердің әйелдері маған қызға қарайды, сен неге үнемі наразысың маған, деді. Бұл сөздер Әсемнің жүрегіне найзағайдай қадалды. Ол үшін бұл махаббат пен қамқорлықтың жоқтығын айтқандай болды. Оның сен демалып отырсың деген сөз сияқты. Мен үй қызметшісі немесе балалардың күтушісі емеспін. Мен сенің әйеліңмін. Мен әңгімелескім келеді, бірге уақыт өткізгім келеді. Сен мені көрмейсің, деді Әсем. Қой Әсем, театрды тоқтат, маған миымды ашытпай өз ісіңмен айналыс, деді Арман. Есікті жауып ары кетті. Есік жабылғанда Әсемнің көз жасы тоқтаусыз аға бастады. Ол өзінің ескі блузкасының жағасын жұдырығымен қысып тұрды. Қазіргі сәтте осы үйде ешкім жоқ сияқты, ол жалғыз. Бұл үй оның түрмесіне айналған. Оның ішіндегі бақытсыздық пен өкініш үлкен арнаға жиналып, іштегі тыныштықты бұза бастады. Түскі уақыт.
Әділ ұйықтамай үйде жүгіріп ойыншықтарын шашып тастады. Аялай ұйықтады, бірақ Әсем тыныштала алмады. Ол диванға құлап көзін жұмды. Есіне үйлену тойы түсті. Әппақ көйлек, Арманның сүйіспеншілікке толы көздері, ол кезде олар бір жан болатын. Арман оның армандарына, оның мансап жолына қолдау көрсетемін деген. Бала туғанда бәрі өзгерді, бірақ біздің сеніміміз өзгермейді деген. Қазір ол өзгерді, бәрі өзгерді. Балалардың сүйіспеншілігі бар, бірақ оның жан дүниесіндегі әйелдік және адамдық қажеттіліктері қанағаттандырылмайды. Ол өзін әдемі сезінгісі келеді, ол өзін маңызды сезінгісі келеді. Ол тек мама емес, сонымен бірге Әсем екенін ұмытпағысы келеді. Бұл әйелдердің тағдыры ма? Тек қана ана болу, жұбайы болу, бірақ жеке тұлға болуды ұмыту, бұл әділетсіздік. Кеш батты. Арман үйге кеш иісі шығып келді. Аяла мен Әділ оны көргенде қуанып, әке деп жүгірді. Ол оларды құшақтады, бірақ оның құшағы суық және жасанды сияқты еді. Кешкі ас үстінде тыныштық болды, бірақ ол ауыр тыныштық. Арман, менің ойымша бізге сөйлесу керек дейді Әсем. Не туралы? Қой Әсем, мен шаршадым деді Арман. Менің бақытсыз екенім туралы, менің өзімді жалғыз сезінетінім туралы. Біз екі бөлек адам сияқты өмір сүріп жатырмыз. Сен үйге ақша келесің, мен балаларға қараймын, бірақ біздің отбасы қайда? Деді. Әсемнің дауысы құлағынан шықты. Арман ыдысты үстелге қойып ашуланды. Сен өте көп ойлайсың, қазіргі әйелдерге не болған? Бәрің де бар. Менің анам 5 баланы өсірді, ешқашан шағымданған жоқ. Сен жай ғана жалқаусың. Сенің проблемаң өзіңде, өз-өзіңмен жұмыс істе, мен миын біртпей. Әсемнің жүрегі сынды. Ол ешқашан мұндай ауыр сөздерді естімеген. Бұл оның барлық күшін, барлық үмітін жойды. Ол тұрды да балалардың бөлмесіне кетті. Ол оларды құшақтады. Олардың иісі, олардың жылуы оны аздап тыныштандырды. Олар оның жалғыз күші. Түн ортасы, Арман ұйықтап жатыр. Әсем төсекте жатыр, ұйықтай алмай. Оның миында бір ғана ой айналып тұр. Не істеу керек? Бұлай жалғаса алмайды. Ол өзінің жан дүниесін, өзінің жеке басын жоғалтып барады. Балаларына бақыттана керек. Ол телефонды алды. Психолог, мүмкін маған біреумен сөйлесу керек шығар. Балаларды балабақшаға беріп жұмысқа шығу, ақша табу емес, басқа ортаға бару. Ең қиын шешім Арманмен ажырасу. Ол мұқият түрде жастықты басып жылады. Бұл жылау әлсіздіктен емес, шешім қабылдаудың алдындағы ауырлықтан еді. Таңертең ол ас үйге шықты. Әдеттегідей кофе қайнатты, бірақ бүгін ол бір түрлі сезінді. Ішіндегі ауырлық әлі де бар, бірақ оның үстінде болашаққа деген алғашқы сәуле пайда болды. Арман тұрды. Әсем, маған таңғы ас дайындай ғой деді ол. Әсем оған қарады. Көздерінде бұрынғыдай үмітсіздік емес, суық шешімділік болды. Арман, мен сенің әйеліңмін. Менің ат жөнім Әсем, мен адаммын. Біздің қарым-қатынасымыз аяқталды. Біз не ажырасамыз, не сен өзгеріп отбасыға ораласың. Бірақ мен бұдан былай құл болмаймын. Ертеңнен бастап сен балалармен 2 сағат отырасың, мен жұмыс істеуге барам. Бұл мәселенің соңғы нүктесі. Сен өзгер, немесе мен кетем. Оның дауысы қатты және анық шықты. Арман оның көздерінен ойынның емес, шындықтың отын көрді. Әсем ас үйдің үстеліне отырды. Ол Арманның таңғы асын дайындаған жоқ. Әрең өзіне бір шыны кофе құйды. 2 баласы ұйықтап жатыр. Ол өзіне қарады. Бұл бақытсыз әйелдің көлеңкесі емес еді. Бұл өз-өзіне қайта оралған Әсем еді. Оның алдындағы жол ауыр болатынын білді, бірақ енді ол жалғыз емес, өйткені ол өзімен бірге болды. Бұл әңгіме қазіргі әйелдердің көп 90% жағдайда басынан өтіп жатқан оқиға. Ары қарай Әсемнің өміріне болғаны бізге белгісіз, тек қана осылай ғана қысқа қайырған. Сіздерге үшін таныш жағдай ма? Әсемнің орнында болсаңыздар, қандай іс-әрекет жасар едіңіздер? Сіздермен болған өмірден алынған арнасы қазақша арнаға тіркеліп, әңгімеге лайк басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.